Ассалям алейкум. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы әсіп жасайтын боламыз. Бізге керегі тартылған ет, пияз, күріш, ішек қажет болады және тоз дәмдеуіштер. Енді пиязымызды жақсылап турап алып, тартылған етіміздің бетіне салатын боламыз. Үстінен күрішімізді саламыз. Күрішті алдын ала ыстық суға салып қойған дұрыс болады. Сонда тезірек пісетін болады. Енді бізде біраз қасық қара бұрышымызды, біраз қасық дәмдеуіш саламыз, біраз қасық қызыл бұрыш, біраз қасық тұз салып аламыз. Осы массамызды жақсылап араластырып, ішектеріміздің ішіне салатын боламыз. Ішектің ішіне массаны қатты тығыз қылып салмаған дұрыс. Күріш піскенде жарылып кетуі мүмкін. Осымен біз салып біттік. Енді мұздай суға ішегімізді салып қайнататын боламыз. Ішек бір қайнап шыққан соң көбігін алып, зубочистканың немесе иненің көмегімен шұқып тесіп шығатын боламыз. Қақпағын жауып 1,5 сағатқа қалдырамыз. Осымен біздің әсібіміз дайын. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.